Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бағып отырған қоралы қойларыңыздың төлдеуінің соңғы мезгілінде немесе орта мезгілінде жаппай іш тастау, сонымен қатар өмірге қабілетсіз төл туып, шуы түспеу сияқты белгілер байқалса, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл видеода бұл індеттің қандай індет екені туралы, бруцеллез, сальмонеллез қалай парықтау туралы, сонымен қатар қалай алдын алу, қалай емдеу туралы анық ақпарат айтатын боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Бұл індет қойлардың хламидоздық іш тастау індеті. Хламидия індеті тотының қызба хламидиясы қоздыратын қой, ешкілерде болатын бір түрлі жұғымды індет. Клиникада қызу, іш тастау, өлі төл туу және шала қозы, лақ туу сияқты белгілер болады. Таралу мезгілінде кейбір қойларда жаппай буын қабыну, дәнекер қабық қабыну сияқты індеттерде көрінеді. Бұл індет көптеген жануарларға жұғады да жасырын өтеді. Үй жануарларының ішінде сиыр мен қойға оңай жұғымданады. Көптеген жабайы жануарлар мен құстар осы микробтың жаратылыстық қамбасы. Індет жұқтырған жануарлар мен микроб ілестірген жануарлар басты жұғу қайнары болып есептелінеді. Ол тезек, сідік, сүт, жас маңқа және тастаған төл, шу, қағанақпен бірге шығарылған антиген арқылы суатты мал азығын және ортаны былғайды. Бұл індет негізінен тыныс жолы, ас қорыту жолы және жарақаттанған тері, кілегей қабық арқылы жұғады. Сонымен қатар шағылысу немесе індетке шалдыққан аталық малдың спермасымен қолдан ұрықтандырған кезде де жұғады. Кене сияқты қан сорғыш насекомдардың шағуы арқылы да бұл індет жақсы тарқалады. Ұсақ малдың хламидия індетінен іш тастауы көбінесе жергілікті сипатты таралады. Шоғырлы бағу, қоректік жетіспеу, ұзақ жолда тасу немесе көшіру, паразиттік құрттардың жұғуы сияқты факторлар бұл індеттің туылуын, таралуын ілгерілете түседі. Ал енді клиникалық белгісіне келсек, бұл індет қойға, ешкіге жұққаннан кейін ұқсамайтын клиникалық белгі береді. Олар негізінен бірнеше түрлі індет типінен болады. Бірінші, іш тастау типі. Жасырын кезеңі 50-90 күн. Іш тастау көбінесе буаз мезгілінің орта немесе соңғы кездерінде туылады. Әдетте ерекше белгісін байқауға болмайды. Диагноз қою алдында негізінен іш тастау, өлі туу немесе шала туу сияқты белгілер байқалады. Туғаннан кейін шуы түспейді. Іш тастаған қойдың жырмышынан аққан эксудат бірнеше күнге созылады. Кейбір індетке шалдыққан қойлар осыған ілесіп микроб сияқты жатырдың ішкі пердесінің қабынуына шалдығып өледі. Қой табынында алғаш рет іш тастау туылғанда оның іш тастау мөлшері 30-20%-ға жетеді. Кейін келе іш тастау мөлшері азаяды. Осы індет таралған қой табындарында індетке шалдыққан қошқарлардың ені, қосалқы ені қабыну сияқты індеттер байқалады. Екінші, буын қабыну типі. Бұл індет қозы лаққа жұқса, жаппай буынын қабындырады. Жұғымданған қозы лақтың алғашқы кездегі дене қызуы 41-42 Цельсий градусқа шығады. Тәбеті азайып қойға ілесе алмайды. Дымкастанады. Аяқ буындары, әсіресе тізе буыны, тірсек буыны ісінеді. Ауырсынады. Бір аяғынан немесе 4 аяғынан ақсайды. Індетке шалдыққан қозы белін бүкірейтіп тұрып алады, немесе жата береді. Дене салмағы жеңілдейді. Өсіп жетілуі кедергіге ұшырайды. Кейбір қозылардың осымен бірлікте дәнекер қабығы қабынады. Індетке шалдығу мөлшері жоғары болады. Індет барысы 2-4 жұма болады. Үшінші, дәнекер қабықтың қабыну типі. Дәнекер қабықтың қабыну типі негізінен қойлардан, өтемете семіз қозылармен енесін еміп жүрген қозылардан көрінеді. Індетке шалдыққан қозының бір көзі немесе екі көзі түгел жұғымданып, көзінің дәнекер қабығы қанталайды. Сулы ісік пайда болады. Жас көп ағады. Індетке шалдыққаннан кейінгі 2-3 күнде көздің мөлдір қабығы ұқсамаған дәрежеде бұғалдырланады. Ал енді кейбір індетке шалдыққан қойларға буын қабынуы қоса келеді де ақсайды. Індетке шалдығу мөлшері жоғары болғанымен әдетте өле қоймайды. Індет барысы 6-10 күн. Көзінің мөлдір қабығы жарақаттанғаннан кейін індет уақыты бірнеше жұмаға барады. Кейбіреулері өкпе қабыну, ішек қабыну сияқты індеттерге қоса шалдығады. Лабораторияда диагноз қою.
Birinchi, patogeniялык тексерүү. Індет материалын алу, қауыр, өкпе және кеңірдек секреттерінен ішек кілегей қабығы және оның ішіндегі заттарынан тасталған төлмен іш тастау секреттерінен індет материалын алады. Індет материалынан жасалынған мазокты гемзаның бояу әдісімен бояп, микроскопта тексергенде домалақ немесе сопақша індет қоздырғыш түйіршік байқалады. Екінші, серологиялық тәжірибе жасау. Комплементті баяу тәжірибесі, қан сарысуы, бейтарап тәжірибесі осы індетке диагноз қоюға істетіледі. Бұл індетті клиникада бруцеллез, өтір тәрізді микроб індеті, сальмонеллез сияқты соған ұқсайтын індеттерден парықтап диагноз қою үшін патогениялық тексеру және серологиялық тәжірибе арқылы парықтайды. Ал енді алдын алу емдеу шараларына келсек, бірінші, бағу гигиеналық басқаруды күшейтіп, түрліше шырғалағыш факторларды жойып, паразит құрттардың зияндауынан сақтанып, қойлардың дене қуатын арттыру керек. Екінші, бұл індет таралған өңірлерде қойдың іш тастауына істетілетін хламидияның жансыздандырылған вакцинасын саулықтар мен қошқарларға егіп иммунитеттейді. Бұл қойлардың хламидия індетінің таралуын тізгіндейді. Үшінші, бұл індет туылған кезде іш тастаған саулықтар мен әлсіз туылған қозыларды дер кезінде оңашалау керек. Іш тастаудан түскен плацентаны туылған өлі қозыны өртеп жіберуі тиіс. Жұғымданған қораны, алаңды, тағы басқа ортаны 2% күйдіргіш натрий ерітіндісімен, 2% лизол ерітіндісі сияқтылармен түбегейлі дезинфекциялау қажет. Төртінші, емдеу үшін әр килограмм дене салмағына 20-40 миллиграммнан күніне бір реттен үзбей бір жұма хлорамицинді бұлшық еттен құяды. Немесе әр ретте 0,8-де 1,6 миллион бірліктен күніне бір реттен ұдайы 3 күн пенсилинді бұлшық еттен құяды. Тетрациклин тобындағы антибиотик дәрілерді азықтыққа араластырып үзбей 1-2 жұма берсе де болады. Көз дәнекер қабығы қабынған қойлардың көзіне тетрамицин сүртпесін көзіне тамызып емдейді. Мінекей құрметті достар, сіздер бұл індет туралы толық ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Бұдан да бұлай құнды ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.